Сәлем құрметті достар, сіздермен бірге Венера Жакер қызы. Бүгінгі видеода мен деген сіздерге өте пайдалы ақпарат айтқым келіп отыр. Балаларға байланысты, кішкентай балаларға байланысты, яғни туылған балалардан бастап 1 ай, 2 ай, 12 ай памперсті қай уақытқа дейін сол уақытқа дейінгі балаларға бір кеңесім бар. Құйрықтар қызарып, шаптар қызарып кеткен балалар болса, яғни оған шешім таба алмай жүрсеңіз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Және каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Кейбір балаларда осы хаггисқа, памперсқа аллергия болады. Денесі қызарып кетеді. Кейбір балаларда памперсқа, кейбір балаларда или хаггисқа әртүрлі фирмасына байланысты аллергиясы болады. Енді соның қалай шешімін айтайын. Хаггисті аласыз. Сосын осы ашып кигізер алдында ашып аласыз. Одан кейін крахмал, картофельный крахмалда, картофельный крахмал, қарапайым картофельный крахмал, соны саласыз. Енді присыпканың орнына салдық, присыпканың орнына саласыз. Және баланың памперсті кигізер кезде үнемі құрғатып алу керек, баланың құйрығын құрғатып алу керек. Құрғатып барып, қатты қызарып тұрса, бірден памперсті кигізбеу керек. 1-2 күн шамалы, 1-2 күн памперсті кигізбей жатыруыңыз қажет. Құрғатып, осына крахмал салынған памперсті кигізсеңіз, үнемі осыны кигізіп отырсаңыз, қызарған өзі кетіп қалады өзінен. Осы сіздерге айтқым келетіні. Бұл басында менің де өзімнің де проблема болды, яғни өзімде басында қалай кетерін білмеймін, аз жақтырым, гел жақтырым, ештеңеге кетпеді. Жақсы деген аптекадан жақсы деп алдым, оларға да кетпеді. Сосын бір шешімі маған да көмектесіп, апамның айтқанымен, кеңесімен осылай жасадым. Өте нәтижесі жақсы болды. Сіздерге де кеңес беремін, білгеніммен бөлісіп отырмын. Лайк басып, комментарий жазып, видео ұнаса, видео көмектесе, бірінші қараңыз, нәтижесін қарап жасап көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Тіркелу, подписаться деген батырманы басасыз. Сол кезде менің басқа да видеоларымды, шыққан видеоларымды бірінші болып көресіз. Сау болыңдар достар. Еліміз аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, балаларыңыз ауырмасын. Аман есен болыңдар. Пока-пока.